Енді келесі насадканы қараңыз. Бұл насадкамен кнопка, люверсы жасауға болады. Мен оларды бөлек видеода көрсетемін. Ал қазір көрсетейін деп тұрғаным, қараңыз, мынадай насадка. Бұл именно мына осы жемчуг, осындай размерін қазір тексереміз. Бұл жемчугтың размері 0,06 миллиметр дейді. 0,5-0,6 миллиметрлік жемчугтың насадкасы. Насадкалар әртүрлі. Заклепкілер бар. Мысалы 4 бұрышты, 3 бұрышты, домалақ келген. Бәрінің насадкасы бар. Қараңыз. Мына кіргіздім ішіне. Мына жасыл насадка. Қазір алыстан көрсетіп жіберейін. Мінекей, мынадай. Осындай насадка. Бұл арнайы кнопкалар үшін да. Және мінекей, қараңыз. Бірінші насадка екеуі бар, да? Екеуі бір-бірінің жұбы. Қараңыз. Міне, астына қойдым. Өзінің арнайы осындай насадка салатын орны бар. Енді көрдіңіз ба? Бұраймын. Кіргізіп қоям насадканы ішіне. Жоғарғы насадкасын. Онда жемчуг тұр. Жемчугті салай да беруге болады. Қараңыз енді. Мысалға мен өзім білмеймін. Мынау сызбайды. Мысалға осы жерде бір жемчуг болсын. Ол жемчугтан қандай сурет салсам екен? Ол жемчуг. Жоқ, ол жемчугті мысалға әр жерде болсын. Мына жерде, мына жерде. Біз бәрібір үйрену үшін жасап көріп жатырмыз. Мысалы, мен бұны сатып алдым. Іс жүзінде ештеңеге пайдаланған жоқпын. Мүмкін сіз пайдаланасыз. Мүмкін қараңыз. Әр жемчугтың, міне, әр жемчугтың өзінің мынадай осындай кішкентай шегесі болады. Қараңызшы. Қазір насадка, мына прессті мен басып қалған кезде мына гвоздиктер жемчугке кіріп кетеді. Оны тігіп отырғанша. Қазіргі технология шығармайтындары жоқ. Қараңыз. Енді осының шығып тұрған мына ұшын, өткір ұшын, қараңыз. Мен кіргіздіремін. Мына насадканың ішіне. Мына кіріп кетті. Мынаның ішіне. Енді мысалға белгіледім. Мына жемчугім қадалды. Қараңыз. Жемчугті. Мына насадка қалың резина. Мына ішіне кіргізіп жібердім. Қалың резинаға. Мына шегенің үшкір жағын кіргіздіремін. Астыңғы насадкаға. Мына кіріп кетті ішіне. Белгіленген жерлерге насадканы қатты басқан жоқпын. Так,
Знаете, қатарынан істеп көрейік. Осының ортасына істеп, мына жерге біреуін салып көрейін, мына жерге біреуін салып көрейік. Конечно, матам трикотажный. Мінекей үстіне қойдым. Жемчүгті үстіне кіргіздім. Карандашның орнына істеп шықтым. Мүмкін сізде бір жақсы идея, жақсы фантазия. Сіз комментарийға жазыңыз, қай жерге сіз бұны пайдаландыңыз, не үшін сізге керек болды. Мүмкін ободоктарға керек болады, иә? Мысалға, ободокты қаптап заколкілерге қараңыз, егер де біз бұны дайын ободокқа тігіп шықсақ. Мүмкін көйлектердің үстіне кішкентай өрнек салып. Бұған идея керек. Осындай жақсы жері уақытты үнемдейді. Мүмкін фетрларға әдемі.